Саламатсыздар ма оқушылар, каналыма қош келдіңдер. Бүгінгі сендермен талқылайтын тақырыбымыз 5-ші сыныптың жұмыс дәптері 19-ші бет және солардың жаттығулары. Бірінші тапсырмада some және any, яғни дұрыс нұсқасын таңдаймыз. There are, яғни some или any good shops in Астана. Яғни Астанада жақсы магазиндер, яғни бар. Бұнда some болады. Бұнда белгілеу тұр сіздерге. Екінші тапсырмада there aren't, яғни some или any cars on this island, яғни бұл аралда жақсы машиналар жоқ. Яғни any'ді таңдаймыз. There is some great museum in Almaty. Алматыда жақсы музей бар. Яғни бір ғана жақсы музей бар. Әрпін таңдаймыз. There are some hotels near the cinema. Яғни кино театрға жақын жерде жақсы қонақ үйлер бар. Яғни қонақ үйлер әрпімен, яғни көпшілігі тұр. Көпшілігі тұр, яғни some. There is some big houses. Яғни көпшілігі түрде тұр. Менің қаламда өте жақсы, менің қаламда биік үйлер бар. Яғни көпшілігі түрде әрпімен таңдаймыз. Алтыншы жаттығу. There is there. Менің жақын жерде танымал ресторан бар. Яғни біреу ғана, яғни жекеше түрде таңдаймыз. Изді. Менің көшемде мектеп орналасқан. Яғни менің көшемде мектеп орналаспаған. Яғни бір ғана мектеп. Сондықтан isn't таңдаймыз. Сегізінші. There aren't any cafes, яғни кафелер туралы. Аэропортта жақсы кафелер жоқ. Яғни көпшілігі түрде aren't-пен болады. Сонымен бірінші жаттығу аяқталды. Екінші жаттығуды орындаймыз. Екінші жаттығу What is the problem дейді. Яғни мына жердегі complete the sentence with as, isn't, are, or aren't, and as, some, and was, any дейді. Яғни осы айтылған сөздерді екінші жаттығуда қойып шығамыз. There are, яғни мына жерге қоямыз. There are, кішкене үлкейтейін. Әрпін қоямыз. Мұнда үлкен иттер бар. There are, мұнда ешқандай машиналар жоқ. There aren't. There aren't any, яғни there aren't any cars. Үшінші жаттығуда. Мұнда шулы мысық бар. There is a. Мұнда суретте there мұғалім жоқ. There isn't. There isn't a teacher. Мұнда мұғалім жоқ. There are. Мұна жерде жақсы өлең айта алмайтын әншілер бар.
Үшінші тапсырмада бірінші сурет пен екінші суретті салыстырып жазамыз. Яғни picture B'да қандай заттар жоқ екенін жазамыз. Мысалға мен 2-3 мысал келтіріп жазып кетейін. There aren't any. Бұнда машиналар жоқ екінші суретте. There aren't any girls. Потом there aren't big house. Екінші суретте биік үйлер жоқ. Және мына суретте маған дұрыс көрінбей тұр. Мына бір жерде, кажется, клуб бар. Сонымен бүгінгі тақырып аяқталды. Егер ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Өздеріңіздің тапсырмаларыңыз болса комментарийға или менің телеграм каналыма жіберуге болады. Оқыңыздар, білім алыңыздар.